арқасында финалға барып қазақтың көк туын желбіретіп қайтты. Менің бір байқағаным, мен енді пародия көрсеттім ғой, бірақ та біздің қазақ халқына қарағанда басқа ұлттың реакциялары мүлдем жоғары екен. Олар таңғалама бірден көрсетіп қояды. Бізде таңғалмаймыз ғой. Мысалы қазір көрсетейін, мен ол жаққа шыққан кезде неше түрлі пародия салдым. Әсіресе соның ішінде «Розовая пантера» деген мультфильмнің саундтрегін саксофонның даусымен салған кезде олар ішінде көрермендердің арасында негрлер болды, қырғыздар болды, әртүрлі ұлт болды. Әсіресе негрлер қаттан қалды. Қалай болған көрсетейін. Ревер бар ма? Холл, ревер берші. Енді мен саксофон салар алдым да олар қатты шақырды. Олар. «Розовая пантера». Осы дауысты тыңдады да бір негрдің көзі бадырайып кетті да бүйтіп тұрды. What? Oh my god! Oh shit! Орыстар, Оскар, вы же только что вы делали, да? Можно еще? Покажите, покажу. Кавказский пленница. Это же круто, молодец. А можно еще? Вот покажу еще. У нас в Шымкенте осындай автобустар бар ғой, остановкаға тоқтап келе жатқан кезде. Оскар, это же круто, вы талант, мы вам верим. Сіз финалға өттіңіз деп шығарып жіберді. Қуанып кеттім, Қазақстанға келдім, Таңшолпанға келдім. Журналистерде эмоция жоқ қой біздің қазақта. Бүйтіп арайлап отқан таңы шуақты болсын дейміз, Оскар мырза. Көп күттірмей көрермендерге пародия салып берсеңіз, салып берейін деп. Бізде Шымкентте құстар осылай сайрайды. Журналист тыңдап тұрып та, қасындағы журналистке бүйтіп, эмоциясы жоқ, бәрекелді. Студиямызға құстар кіріп кеткендей болды. Тағы қандай дауыстар саламыз дейді. Ана жақта конкурста негрлер таңғалып жатыр. О май гад! Орыстар, вы талант! Біздің қазақтар бәрекелді. Мен бұны не үшін салып жатыр, не үшін көрсетіп жатыр? Әсіресе Қазақстанда Шымкенттің халқын күлдіру өте қиын, таң қалдыру қиын. Майкл Джексон тіріліп келсе де өліп қалды деп еді, аман болсыншы әйтеуір деп отыра береміз. Біз кезінде Димаш Құдайбергенге таң алмағанбыз ғой. Димаш Құдайберген талай Шымкентте конкурстарға келіп, бар даусымен шыңғырып, ән айтып деп атқан кезде біз бір-бірімізбен сөйлесіп отырдық қой. Әп шыңғырып отырмын ғой. Адам өзі өлең айтамын, Заттыбек ұқсап бір шықпай ма? Шын түсінбеймін бұндай деп түсінбей оны өзі. Бірақ Димаш сонда да мойымай сынған жоқ сынға. Америка, Қытайға барып, әлемді мойындатқаннан кейін ең соңында қазақтар мойындаған ғой. Біздің Димаш қой ол. Кезінде ешкім фотоға түспейтін еді. Қазір Димашпен фотоға түсу арман болып қалды ғой. Есінше мен де осында. Енді бүгінгі концертке мен жалпы Ақтөбе қаласынан келдім. Жалпы өзім Ақтөбенің жігітімін. Қалай келгенімді қазір сіздерге баяндайтын боламын. Мысалға, егер бұрын 17 ғасырда өнерпаздар болды ғой, бірақ ол кезде ат болды, түйе болды, сонымен елді жерді аралап концерт берді. Егер қазір 17 ғасыр болғанда, мен де атпен келетін едім. Бірақ та қазір 21 ғасыр. Заманың қалай болса, тақияң солай келесің дейді. Мен Ақтөбеден қалай келдім, Шымкентке. Соны қазір баяндап беретін боламын. Ұнап жатса, бағанағы ана американецтер ұқсап, «О май гад! Вау, shit!» деп кәдімгідей таңғалғандарыңызды көрсетсеңіздер болады. Біз уже 30 жыл болды ғой, бүйтіп бүрсіп жүрдік қой, енді таңғалайықшы. Көрсетейікші. Осы Алдараспанның концертінде, иә? Мен бастаймын. Айттым ғой, ол керек деп ше, андай көрсетпейсіз. Қалай жеткенде баяндайды, мен Ақтөбе қаласынан немен шықсам болады дедім. Самолеттен қорқам, вертолетке сірә мінбеймін.
Көлікпен жол алыс, пойызбен шығайын дедім. Такси ұстап келдім, ЖД вокзалға кассадан билет алдым. 5 минуттан кейін пойыз келеді деп диспетчер хабарлады. Бүкіл ЖД вокзалда диспетчердің дауыстары бірдей. Тыңдап көріңіздер. Эхо ребір беріңізші. Диспетчер хабарлады. Құрметті жолаушылар, Алматы-Ақтөбе пойызы бірінші жолға келіп тоқтайды, сақ болыңыздар. Уважаемые пассажиры поезда Алматы-Ақтөбе прибываются на первый путь, будьте осторожны. Жақтан біздің пойыз келеді. Пойызым келді. Есігі ашық тұр екен, бардым да жайғастым, заттарымды қойдым, қасымда ата әжелер отыр. Пойыздың жүргенін қайдан білуге болатынын айтайын ба? Қарама қарсында отырған әже Бісміллә десе, пойыз жүрді деген сөз. Пойыз кетіп барады, жайлап Шымкентке қарай. Ата әжелермен отырсаң, пойызда күшті жері, қазы-қарта ет жеп тойып барасың да, тек шайға барып келесің. Сосын жұмсай береді, балам ана сумканы әпере салшы, балам мусор төге салшы, балам аяғын оғалай салшы деп. Сол кісінің көпенің ішінде келін оқып кеттім сол кісінің. Анда барам, анда барам. Сосын апамыз ұйықтағаннан кейін мен де көзім ілініп ұйықтадым. Сосын бір оянсам, апалар ұйықтап отыр екен, қарным ашты. Ресторанға барып тамақ ішейін дедім де, 2 вагонның арасы бар ғой, сол жерден өттім. Тамбур деген жер бар ғой. Ресторанға барып, тамағымды, шайымды ішіп алдым да, терезеден қарап отырмын. Қазақстан қандай керемет, жеріміз қандай кең деп. Бір кезде қасымыздан зу өтті да, встречный пойыз өтіп кетті ғой. Терезеден қарап тұрып, соңғы вагон алыстап кетіп барады. Сыртта вагонниктер болады, пойыздың дөңгелегін тексереді. Солар молотоктап дөңгелекке соққан кезде дауыс естіліп жатыр. Минералды береші, манты, кока-кола. Қайтадан орныма бардым, тамбурдан өтіп. Барсам, апамыз оянды. Шайнек пішті, шайнекті алдым. Түбінде завар топ қап шайнектің. Уборныйға кірдім. Туалет деп айта берейін, иә? Коридордағы дауыс пен уборныйдың дауысы екі түрлі шығар. Мынау коридор. Шайнекті алдым, бачоктен су құйып алайын дедім. Анау напоры дұрыс ақпайды ғой. Апамызбен әңгіме дүкен құрып, жол, алыс, карта ойнап, қызық әңгіме айтып, қай жақтан боласын. Ошым әңгіме дүкен соғып келдік те, ошым ұйықтап кеттік бәріміз. Күшті түс көріп жатырмын, түсінде осы Алдар Аспанның концертінде маған түсінде. Бәрі орнынан тұрып, о май гад, о молодец деп отыр. Түсінде ғой. Егілдер жүр арасында. Содан анау күшті түс көріп жатқан кезде бір оятады ғой, бір жұлқылап жатыр. Ей, не болды десем, проводник, постель тапсыр, Шымкентке жақындадық. Постелімді тапсырдым, бірден заттарым, жүктерімді алдым да есік жаққа жақындай бергенім сол еді. Алдымда 5 адам очередьте тұр, есіктің алдында. Форточка ашық тұр, даладан жел соғып тұр. Пойыз жай жүріп келе жатыр. Енді жел соғып, пойыз тоқтап келе жатқан кезде екі дауыс бірден қосылғанда қандай дыбыс шығады, қазір көрсетемін. Пойыз жай Шымкентке жақындап келе жатыр.
Уважаемые пассажиры поезда Алматы-Актебе прибыл на первый путь. Құрметті жолаушылар, Алматы-Актебе поезы бірінші жолға келіп тоқтады. Пойыздан түстім. Шымкент всегда көктем, жаз, бағанағы құстар үшін жүр. Адамдарда жаз ғой. Беттері күрт тұрады бастайды. Қалайсың, брат, деп. Көктем. Трассаға шықтым, такси ұстадым, квартираға бардым, заттарын қойдым да, телевизор қосып қойып, кухняға барып шайнап қойдым, жейін десем дым жоқ екен, жүгіріп барып супермаркеттен анау-мынау алайын деп, нан, чипсы, анау-мынау алдым да, суды қарасам 0,5 су 3 теңге деп. Неге қымбат дедім да, бірақ бір сәт ойландым. Қымбат болса да, Аллаға шүкір, басқа елде, басқа жерде соғыс болып жатыр, ішерге су таппай жатыр. Қымбатшылық болса да, нанымыз бар, суымыз бар. Қазақ айтпақшы, қайғысыз қара су артық дейді. Шүкір еттім да, суымды алып, шығып келе жатып, кассирге бердім. Кассовый аппараттан өткізіп жатыр заттардың бәрін. Өтірік сияқты ма, мен салатқан жоқ сияқтымын ба? Қолымды алып көрсетейін, иә? Міне. Содан суымды алып, жайлап үйге бардым да, телевизорымды қосып, шайымды ішіп отырмын, бір кезде телефонға звонок келді, вибрацияда тұр ғой. Телефонды алдым. Алло, концерт басталайын деп жатыр, асыға шықты, таксиге отырып алдым, Түркістан сарайына ұшып келе жатырмыз. Арттан гай қуып келе жатыр. Қол беріңізші, гай келе жатыр арттан. Гайшы ұстап алды. Тоқтатты да, пәлеше деп мен түріме қарап тұр. Мен сен бір жерден көрген сияқтымын деді. Радардан көрген шығарсыз дедім. Сен деп тұрды, сен анау әртіс бола емессің ба? Қайда барасыңдар? Алдар Аспанның концерті, қонаққа келе жатырмын. Алдар Аспанға барасыңдар ма? О, біз Алдар Аспанды құрметтейміз. Шымкенттің атын шығарып жүр Алдар Аспанға жұма. Сіздерді сіздер қонақсыңдар, сіздерді ұстауға болмайды, сіздерді құрметтеу керек, жолдарың болсын деп сопровождениемен шығарып салып, сонау Ақтөбе қаласынан Алматыға армандап сіздерді сағынып, қошеметтеріңізді естейік деп қуанып келіп отыр.